Баршаңызға сәлем достар, мен супер келін Диана. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біргелікте макарон салат дайындаймыз. Ол үшін бізге қызылша қажет болады. Сыртын ашып, жуып, осылай бөлшектерге бөліп, кастрюлькеге суды құйып, қызылшаны бір рет қайнатып аласыздар. Қайнаған соң сүзіп аламыз және сол суға макаронды салып пісіріп алатын боламыз. Бөлек ыдысқа қаймақ, туралған укроп, кинзаны салып, дәміне қарай тұз саласыздар. Қара бұрыш, құрғақ чеснок. Енді барлығын жақсылап араластырып, макаронды салып, қайтадан араластыратын боламыз. Копченый тауық етін саламыз турап. Одан кейін жүгеріні салып, қайтадан барлық қоспаны жақсылап араластырып аламыз. Салат дайын болды. Енді тәрелкемізге салып, дастарханға ұсынбас бұрын бетіне теркадан өткізілген сырды салып, кейін барып дастарханға ұсынамыз. Қазақша каналды қолдау мақсатында тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған супер келін Диана.